Мына Мұхит бауырым, бұл Жәлаладдин Руми атаңның басынан өткен хикаясы көп, ғибратты әңгімесі. Соның біреуін айтып берейін саған. Мына баяғыда Маулана Руми атамыз дейді, мына медреседе балдар ұстап оқып отырса, қыстың күні пеші бұзылып қапты. Медресе суи, дәруіштер жаурайды, зікірлерін дұрыстап айта алмайды. Соны айтайын, бір пешін дейтін бір шебер жоққа алдырсаңыз. Соны конияны ары-бері ақтарып сүзіп жүріп, сөйтсе жақсы бір пеш жасайтын бір шебер жас жігіт бар екен дейді. Бірақ христиан екен ол. О, айтты, ештеңе қылмайды, осылай да осылай. Жәлаладдин Руми деген танимын, ойбай танимын, ол кісінің бәрі таниды. Соны медресесінде пеші бұзылып қалды. Соны жөндеп бересің ба деп айтты. Берем. Соны жап-жас христиан бала келді дейді, өзі бір 22-25-тердегі екі қол алтын дейді. Оған келіп пешінің бәрін аударып, қопат қысының бәрін шығарып, төңкеріп, кірпіштің бәрін ауыстырып, жаңалап жатыр дейді. Сол енді бір 10 шақты күн жүрген ғой. Соны кешке қарайды, дәруіштер айналып зікірлерін жасайды, одан сұхбаттарын құрады, месневит жаттайды. Соны ойларын шүкір қылады. Жүректеріне сүңгиді, одан үнжу маржандар шығарып, көп қоян бұлардың дәруіштердің қызығы. Соны ана христиан бала қарап отырады екен қызығып. Күні енді Руми, бергел бауырым, отыр. Сен қонақсың, әрі саған ісіміз түспір деп жағып, тамақтың тәттісін беріп күтеді екен. Көніге ауыз ашылып, жаңағы Руми адамыз тыңдайды екен ана пақ. Әбден әңгіме жарасқаннан кейін бір күні Руми айтып дейді, ей балам, бұлай байқаймын сенің мінез құлқың, тәрбиең бәрі жақсы. Бірақ сенің осы мына христиан дінінде жүргенің онша маған бір қош көрінбейді. Сен бір мұсылманшылықты қабылдап, менің медресеме келсейсен, мен саған хикмет үйретейін, жүрек көзіңді ашатын, мына ғажайып ілімді саған берейін. Сен кел маған шәкірт. Сонда ана жас бала айтты дейді, баба, мен бұлай қарап тұрмын, расында да бұл мұсылманшылықтың пайдасы зор-ау деймін. Сіздің де әңгімеңізді естісем, үйіп отырып қалам. Мұндай ғажап қазір бізде жоқ. Өзім сол ойлаймын кейде сізге шәкірт болсам деген дінімді ауыстырып деп. Бірақ мен енді христиан тәрбиесінде өстім ғой. Мына құлағыма шіркеуде қоңыраудың дауысы келеді. Соны тастап сізге өтсем, исламды қабылдасам, өзімнің құдайым мені қарғап жеті қабат жердің астына тығып жіберетін сияқты сондай қорқыныш билейді мені, аяқ қолым дірілдеп кетеді. Руми айтты, дәй, сен құдайдан сөйтіп қорыққан кезде аяқ қолың қалшылдап дірілдеп кетесің. Ойбай, мен қара терге түсем ата. Ей, сен христиан болып жүре бер. Бәрібір мен сені мұсылманшылыққа алып келген кезінде, осындай құдай деген кезде тебіреніп, аяқ қолың дірілдеп тұратын адам жасап шығарым керек. Ондай дәреже сенде онсыз да бар екен. Сен онсыз да ондай хәлді тапқан ақ жүрек жақсы азамат екенсің. Сен жүре бер солай деп айтты. Себебі қаншама балдарды оқытқан мұсылманшылыққа. Бәрібір жүректері қатайып, жүрек көздері соқыр болып, Құран хадис ұстап отырса да, қаншама менің мұсылман бауырларым надан болып, құдайдан қорықпайтын, ала тұяқ сондай безбүйрек болып кетеді. Одан осының жақсы айналайын деп айтты. Сондай бір әңгіме қалған. Енді рас өтірігін бір құдай өзі біледі. Тек бұрынғылардан жеткен хикаясы үйде. Тек кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп аз кем әңгіме шығарып отыр.